Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше ертегіміздің екінші бөлімін бастайық. Біз бүгін жас баланың сапары атты ертегінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Сөйтіп ағасы інісінің күшінің асқанын біледі. Міне осы уақыттан бастап бала да ағасына еріп аң аулай бастайды. Әрине, аңнан келген кезде аулаған аңдарды қарасаң, бала ағасынан екі есе көп аулап әкелетін болады. Сөйтіп әр уақытта ағасы: "Бұл бала жезтырнақтың тұқымы. Менен мұның күші асып түсті. Бұл мені бір күні қатерге ұшыратар. Онанда мен осындайда бұл пәледен құтылайын", деп қалың ойға түсті. Сөйтіп бір күні інісін шақырып алды да оған былай деді: "Қарағым, айдалада екеуден екеу болып босқа өмір өткізгенше, мен ел жаққа барайын, сөйтіп саған жеңге тауып әкелейін", депті. "Оның жақсы аға, жеңге әкелсең жаман болмас. Аға, қарсылығым жоқ, әкеліңіз", депті інісі. Міне сөйтіп ағасы дайындалып, азық-түлік алып, атқа мініп, інісімен қоштасып жүріп кетеді. Ағасы анадай жерге кеткенде інісі айғайлап ағасын шақырады. Міне сол кезде ағасы өте қатты қорқты. "Қатерге ұшыратайын деп шақырды-ау", деп аяңдап қасына келгенде інісі: "Аға, сен болсаң кетіп барасың, мен болсам қалып барам. Ал сен онда барып бір қатерге ұшырасаң, мен қайдан білем? Мен мұнда бір қатерге ұшырасам, сен қайдан білесің? Ол үшін келіңіз, семсер айырбастаймыз. Онда барып сіз бір қатерге ұшырасаңыз, менің қолымдағы сіздің семсеріңізді татпасады. Сіздің бір қатерге ұшырағаныңызды мен де содан білем. Ал мұнда қалып мен бір қатерге ұшырасам, сіздің қолыңыздағы менің семсерімді татпасады. Менің бір қатерге ұшырағанымды сіз содан біліңіз", деп екеуі семсер айырбастап жүріп кетеді. Ал енді бұл екеуі бір-біріне өте ұқсас екен. Екеуінің де бойы да, киімі де, аты да, сөйлеген сөзі де бірдей екен. Міне сонымен ағасы ұзақ сапарда келе жатады. Арғымағының ізі жер ошақтай болып ойылып қалады екен. Сөйтіп келе жатып, айдалада бір ақ отауды көреді. "Бұл айдалада тұрған неткен отау", деп оған бұрылып келіп аттан түсіп, атты белдеуге байлап үйге кірсе, үй ішінде ай мен күндей болып бір қыз отыр екен. Онымен амандасып, жөн сұрасып, болғаннан кейін тамақтанып, сусындап, жайланып отырғаннан кейін ол жігітке: "Ой, сорлы, сен мұнда неге келдің?" десе, жігіт: "Несі бар?" депті. Сол кезде қыз: "Менің ағайым бар. Ол келіп қалып сені көрсе, тірі тастамас", депті. Жігіт маңғазданған пішінмен: Не де болса уақытында көрерміз", деп отыра беріпті. Әрине, бұл екеуі бір-біріне өте ғашық болып қалады. Жігіт әлгідей дегеннен кейін қыз тұрып: "Ал тәуекел, олай болса. Менің бауырым келген кезде сен далаға шықпа. Сен үшін өзім шығып жазасын берейін", депті. "Жарайды", деп жігіт жата береді. Әрине, бұлар бауыры келгенше жайласып, сөйлесіп, сөздің түйінін әбден пісіріп алады. Бұрынғыдай емес, ғашықтық оты қосылып та қалады. Сөйтіп отырғанда үйдің төңірегі сілкінгендей болады. Жігіт: "Бұл не?" дегенде қыз: "Бұл менің бауырым", депті. Өйтіп бүйткенше бауыры да келіп жетті. Үйдің сыртына келіп: "Мұнда кім бар? Шық", деп айғай салғанда, үйдегі жігіт дауысына шыдай алмай орнынан көтерілді. Сол арада қыз өзі шығып: "Өзіңізге серік бар", депті. Сонда бауыры: "Шын серік болса шықсын", депті. Жігіт сол кезде жүгіріп шығыпты. Міне осы арада екеуі танысып, құшақтасып, амандасып, үшеуі жайбарақат тұра береді. Бір күні таңертең ерте тұрса, үйдің ішінде бір айдың сәулесі түсіп тұр екен. Жігіт қызды оятып:
Мынау айдың сәулесі не деп сұраса, қыз оған: осы арадан бірсыпыра жерде тұратын жалмауыз кемпір бар. Оның бір қызы бар. Ол екеуміз доспыз. Сондықтан менің сәулем оған, оның сәулесі маған түсіп тұрады, депті. Міне сонан кейін ол жігіт тұрып атын ерттеп сол жалмауызды іздеп жүріп кетеді. Ол жалмауыздың мекеніне жақындаған кезде жалмауыздың қызы ағаш басында қарауылдап тұрады екен. Келе жатқан кісіні көріп: апа, апа деп айғай салыпты. Сонда кемпір: әй, неге айқайлайсың десе, қыз: қара бөрікті, қара арғымақты бір кісі келеді. Қайтсе де ол сені өлтіреді, депті. Сонда кемпір: сандалма, тыныш отыр. Мені жезтырнақтың тұқымы болмаса ешкім де ала алмайды, депті. Сөйтіп, арғымақты кісі жетіп келген жерден сиқырмен оқып, қол аяғын байлап, көгенге көгендеп тастапты. Мыңдаған адам жатыр, бәрі де соның қызы үшін. Бұл осы көгенде жата тұрсын. Енді орманда қалған інісіне келейік. Інісінің қолында қалған ағасының семсерін тат басыпты. Міне осы кезден ақ ағасының бір қатерге ұшырағанын біледі де, інісінің ұйқысы қашып, асы бойына тарамайды. Сөйтіп ол дайындалып, ағасын іздеп жолға шығады. Әрине, ол іздегенде тура арғымақтың ізіне түседі. Сол арғымақтың ізі алған күйінде алып, баяғы ақ отауға келді. Ақ отауға жетіп келсе, ай мен күндей сұлу қыз бауырымен екеуі аттан көтеріп үйге кіргізіпті. Әрине, бұл қыз баланың ағасын да өстіп сыйлаушы еді. Енді бұл баланы сол өзім тиген күйеуім деп ойласа керек. Ал бала еш сыр бермей отыра береді. Менің ағайымды осылар бір қатерге ұшыратса керек деп ойлап отырады. Сөйтіп отырғанда қыз тұрып: сен бұл жолы неге сонша кешіктің, деп сұрапты. Сол кезде сыр бермеген бала: көп жер араладым, деп жауап береді де, ішінен менің ағайым басқа жаққа барып бір пәлеге ұшыраған екен, деп ойлайды. Сөйтіп кеш болады. Төсек салып жатуға келгенде екеуіне бір төсек салады. Сонда да бала сыр бермей жата береді. Таң ата бала оянса, бір айдың сәулесін көреді. Сонда бала тұрып: мына сәуле не, деп сұрайды. Қыз: анау күні айтып едім ғой, депті. Сонда бала: ой, онда бір ой ойлап отырып түсінбеппін, депті. Ендеше осы арадан бірсыпыра жерде жалмауыз кемпір бар. Оның жалғыз қызы бар. Ол екеуміз доспыз. Оның сәулесі маған, менің сәулем оған түсіп тұрады, депті қыз. Сол кезде бала ішінен: иә, менің ағайым сонда болып бір қатерге ұшыраған екен, деп ойлап, атын ерттеп мініп, арғымақтың ізімен тағы жүріп кетеді. Сөйтіп, жалмауыз кемпірдің мекеніне жете бергенде, қыз тағы да: апа, апа деп айғай салады. О не, депті шешесі. Қызы сонда: қара бөрікті, қара арғымаққа мінген біреу келді. Арны нашар, қайтсе де сені өлтіреді, мені алады, депті. Сонда кемпір: сандалма, мені жезтырнақтың тұқымынан басқа адам ала алмайды, депті. Сөйтіп бала да жетеді. Кемпір де сиқырын оқып тұра жүгіреді. Бірақ та сиқыры бұл баланы алмайды. Сөйтіп бала келіп төбе шашынан ұстап алып, ұрып-соғып ағасын таптырып, ол ағасын қалпына түсіреді. Көгенде жатқан елдің бәрін босатып, кемпірді өлтіріп, дүниесі мен қызды алып, ағасы екеуі қайтыпты. Міне содан кейін баяғы ақ отауға келеді. Ағасымен екеуі қатар келіп тұра қалса, баяғы қыз бен ағасы екеуі шығып, қайсысын түсіріп аларын білмей аң-таң болып тұрады. Сонан соң екі жігіт күліп өздері түседі. Сөйтіп,
жайланып отырғаннан кейін інісі шынтақ саусағын шүберекпен түбінен байлап алып ағасына: «Аға, мына саусағымды шауып тасташы» дейді. Сонда ағасы: «Қой әке, жазым болар» депті. Сонда інісі: «Осыны шаппасаң, мен сізге разы емеспін» дейді. Тіпті болмаған соң ағасы шынтағын шауып тастапты. Сонда інісі: «Міне, енді мен күнәдан пәк болдым. Ана кезде мен келіп қонғанда, мені сіз екен деп жеңгем қасына алып еді. Сонда осы шынтағыммен ғана тіреп жатып едім. Денем тиген жоқ еді. Міне, кінәлі осы шынтақ еді. Енді күнәдан аулақ болдым» депті. Сөйтіп, жалмауыз кемпірдің қызын өзі алып, ағасы ана қызды алып, неше күн ойын, неше күн тойын жасап, жақсы өмір сүріп тұра беріпті. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тамамдалды. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.